Ассаламу алейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Заправляй полный бак Аманат Драйв деген біздің акциямыз, промо акция Аманат Драйвтан өткен білетсіздер. Астана қаласының төрінде тұрған автокөлікті кім алады деп бізде бір жыл бойы әуре салонға салынып уайымдап жүрдік. Енді кім алады екен деген ойымыз болды. Солай Алтынай қайда. Көп рахмет баршаңызға. Қайырлы күн. Біздің Астанамызда бүгін Алланың нұр жауып тұр. Міне өздеріңіздер көп күткен, бір жыл бойы біз өзіміз қатты тебіреніп күткен күнде сәтті туып тұр екен. Өтебай мырзаны қазір құттықтаймыз. Ал енді Алтынай ханым, осы автокөлікті ұтып алуға сіздің де біздің де туыстарымыз да қатысты ғой? Әрине, менің жезделерім, күйеу балдарым, әкем, ағам барлығымыз қатыстық. Енді бұйырған кетпейді дейді ғой. Еске сала кетейік, құрметті достар, Алматы қаласынан бір кісі осы автокөлікті ұтып алған тұғын. Ойынның шарты бойынша ол кісі 3 рет, 4 рет телефон көтермегендіктен келесі адамға бұйырған болатын. Ал енді келесі адамды өздеріңіздің көз алдарыңызда осы автокөліктің киесі Өтебай бауырымызды Қарағанды қаласының атынан құттықтаймыз. Бүкіл қарағандылықтарға бүгін өте мереке күн. Сондықтан Өтебайға қазір автокөліктің кілтін Алтынай ханым өзі тапсырады. Автокөлікті алуға болады, бірақ автокөлікті Алтынай ханымның қолынан алуда бұл да өте бір арманда. Сүлеймен Өтебай Амангелді ұлына міне көліктің кілтін табыстаймыз. Берекелі болсын, қане. Міне жақсыға, қуанышқа, тойға мініңіз, Алла берсе. Тоза берсін, өзіңіздің өміріңіз оза берсін, Алла берсе, жақсылыққа мініңіз. Өтебай бауырымыз, сізде автокөлігіңіз бұзылып қалған көрінеді, Бұлайша келді автосервистен сіз хабарластыңыз ғой? Көлігім жақын арада бұзылып қалған тұғын. Соны прямой эфирге көріп тұрдым да, сол сервистің қасынан кетпей қойшы дедім де, жақын маңдағы неден, шай ішетін жерден кофе ішіп отырмыз. Бірақ прямойды көріп отырдық. Жаңағы паста үстіне бензин бәрін ойнатты. Соңында Алматы қаласына звондады. Ойын шынайы өтті, әділ. Бір емес 4 рет хабарласты ол кісіге. Ол кісі көтермегеннен кейін басып тастап отыр, қайта-қайта. Зайнтаға басып тастап отырды. Одан кейінгі жүлде Алланың қалауымен билет Қарағанды қаласына Сүлеймен Өтебай деп маған түсті. Ура! Болсын, берекелі бол. Өзіңіздің отбасыңызға және те өзіңіздің бақытты отбасыңызға жақсы күндерді сыйлайтын автокөлігіңізді сізге ұсынамыз. Ал, бісміллә рахмет. Ал, бісміллә. Құрып кетсе де әрбір атқан таңыңда аңыздыр есепте алып. Барлығы шынайы екеніне көзіміз жетті. Әрі шынайы, әрі әділ. Қатысыңыздар. Сенбеушілік болды ма басында? Басында енді сенбеушілік болғанда Күмән деген болды. күмән болды ғой, Сүлеймен деген фамилия туғаннан кейін ойладық біз енді. Жаңғыз мен ғана емес шығар Қарағанды облысында. Сосын әрі қарай Өтебай деп машинаның нөмірін айтқаннан кейін өзі қасымда жолдас балам болды. Сенікі мәңгілік, ғалам күш береме, өзіңмен бірге талпынып. Алтынай ханым, автокөлікті аман есен жібердік. Енді 2022 жылы қандай автокөлікті сыйға береміз? Өзіміз басымыз қатып жатыр. Енді өзіңіз көрдіңіз, аз уақыттың ішінде сіздің оқырмандарыңыздың таңдағаны осы көлік екенін қазір сіздер көресіздер. Бірақ та деп қойыңызшы. Бірақ та негізі біз Гелендвагенді да ұсынған болатынбыз. Халықтың таңдауын күтейік онда. Енді қымбатты оқырмандар, аз уақыттың ішінде пікірталаста осы көлік жеңіп алған екен, бірақ та сіздерге бір жыл тағыда мүмкіндік бар. Мүмкін Гелендвагенді де ұтып алуыңыз мүмкін. Сол үшін дауыс беріңіздер, ал сіздерге қазір дауысты ұтып тұрған мына көлік. Кешемес әлі де, бастасаң болғаны күтпей, жалғастыр ісіңді зерікпей. Ешкімнің ойы сен елеме, арманың сенікі мәңгілік, ғалам күш береме, өзіңмен бірге талпынып.